Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі оқу дала жиынының 4-ші күні. Бүгінгі өтетін сабағымыз саптық дайындық. Саптық дайындықта ең басында жинақтал деген команда беріледі. Бас киімнен бастап жинақтаймыз. Бас киімнен жинақталып, киіп шашып көрінбеу керек. До конца кіргізіп, ременді тағып, жағамызды түзеп, қолымызды жанымызға ұстап қоямыз. Ең бірінші оңға бұрылу командасын көрсетеміз. Оңға бұрылу деген команда болған кезде сол аяқ оң аяқ көтеріліп, сол аяқтың ұшымен және оң аяқ бұрылған кезде сол аяқ қойылады. Солға бұрылған кезде оң аяқтың ұшымен сол аяқтың қасына келіп қойылады. Кері бұрылған кезде оң аяқтың ұшымен одан кейін бар сол аяқпен бұрыламыз. Кері бұрыл. Енді жылдамдатып көрсем былай болады. Оңға бұрыл, солға бұрыл, кері бұрыл, кері бұрыл. Бір орында қадам бас командасы болған кезде жерден 15-20 см аяғымыз көтеріледі. Сол аяқты қаттырақ көтереміз. Бір орында қадам бас алға сәл ғана подход жасаймыз. Одан кейін барып алға қадам бас командасын орындаймыз. Бір орында қадам баста. 1, 2, 3, 1. Тоқта деген кезде сол аяқ тоқтатамыз. Тоқта. 1, 2, оң аяқ тоқтап қаламыз. Отмашка болып болған кезде мына кеудеден аспау керек. Екінші, бір қатардан екі қатарға саптау деген кезде солдаттардың барлығы тұрады. Бірінші, взвод бір қатардан екі қатарға саптау деген команда болған кезде бір екіге барлығы саналады. Екінші адам бірінші адамның алдына жатып қараймыз. Взвод түзулен тік тұр. Түзулен деген кезде біз оңға қараймыз. Басымызды көтеріп, тік тұр дегенде алға қараймыз. Сол кезде бір қатардан екі қатарға саптау деген команда болған кезде 1, 2, 3. Бірінші қатардағы адамның алдына шығамыз. Екі қатарға саптау деген кезде қайтадан орнымызға 1, 2, 3 орнымызға тұрамыз. Келесі команда. Жүріп баратып солға бұрылу, жүріп баратып оңға бұрылу және жүріп баратып кері бұрылу командасын мен сендерге көрсетіп жіберейін. Солға бұрыл деген кезде сразу бұрып кетеміз. Ол былай болады. Алға қадам бас деген кезде етпетімізден көріп жасаймыз. Содан кейін сразу солға бұрып кетеміз. Алға қадам бас 1, солға бұрыл 1, солға бұрыл 1, солға бұрыл 1, 2, 3. Бір орында 1. Тоқта дегенде 1, 2 тоқтап қаламыз. Енді оңға бұрылуды үйренеміз. Оңға бұрылған кезде алға қадам бас командасы орындалады. Алға қадам бас кеттік. 1. Оңға бұрыл, сразу оңға бұрып кетеміз. Оңға бұрыл, сразу оңға. Оңға бұрыл. Оңға бұрыл. Бір орында дегенде сол аяқты қаттырақ көтеріп тұрамыз. 1, 2, 3. Тоқта дегенде 1, 2 тоқтап қаламыз. Енді кері бұрылуды көрсетеміз. Кері бұрылған кезде барлығымыз тұрып аламыз. Алға қадам бас деген кезде тоқтап жүреміз. 1. Кері бұрылған кезде бұлар қойып аяқты сол аяқ тұрғысы келеміз. 1. Кері бұрыл, осылай қойып, сол аяқтан біз кетеміз. Кері бұрыл, бұрып алып, бір орында дегенде орнымызға тұрамыз. Тоқта дегенде 1, 2 тоқтап қаламыз. Енді шақыру командасы болған кезде рядовой қатардағы жауынгер Абзалов дейтін болсақ, мен деп жауап береміз. Мұнда кел деген кезде строевой шаппен алдына қарай барамыз. Сіздің бұйрығыңызбен қатардағы жауынгер Абзалов келіп тұр. Қолымызды түсіреміз. Сапқа тұр дегенде қоп қойып, бұрылып, сол аяқтан бастап орнымызға тұрамыз. Бұл саптық дайындық сабақтарымыз оқушылар
тағы да мен сендерге конспект түрінде тағы да жіберемін. Ал сендер үйренгендеріңді маған қайталап бейнесюжет қылып жіберіңдер және конспект жазып жүріңдер. Соны бағалайтын боламын. Сау болыңдар.